Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 8-ші сабақтың Б тобына қатысты бірнеше есептерді мысал ретінде қарастыратын боламыз. Олай болса, ең алдымен 170-ші жаттығудан бастайық. Бұл жерде есептің берілгені мынандай. Масштабы 1-дің 8-ге қатынасындай сызбадағы сақинаның диаметрінің ұзындығы 9 мм. Осы сақина масштабы 1-де 6-ның қатынасындай сызбадағы диаметрі қандай болады? Яғни масштабы 1-де 6 болатын болса, онда біз диаметрін табуымыз қажет. Бұл үшін ең алдымен бұл сақинаның бізде сызбадағы диаметрі берілген, өмірдегі шын мәні, яғни шын диаметрінің ұзындығын есептеп табайық. Ол үшін берілген анықтамаларды пайдаланып пропорция құрайық. Бізде сызбадағы ұзындығы 9 мм, демек 9-дың шынайы өмірдегі диаметрінің қанша екенін білмейміз, сол үшін x-ға қатынас деп жазайық. Тең болады 1-дің 8-ге қатынасы. Яғни бұл дегеніміз сызбада 1 мм-мен сызылған өлшем шын мәнінде өмірде 8 мм-ге тең. Демек 1 мм-ді 9-ға сәйкесінше жазып алдық, ал x-ті 8 мм-ге, яғни шынайы өмірдегі ұзындығын 8-ге сәйкесінше жаздық. Демек бұл жерде x-ті табатын болсақ, біздегі сақинаның өмірдегі диаметрінің ұзындығы шығады. Яғни x тең 9-ды 8-ге көбейтіп 1-ге бөлеміз. Бұл жерде 9-ға 8-ді көбейтетін болсақ, 1-ге бөлсек те сол сан өзі шығады. Демек 72 мм болады екен. Мінекей, сақинаның шынайы өмірдегі диаметрі 72 мм екен. Енді осы 72 мм-ді 1-де 6 сызбамен сызсақ, онда диаметрі қандай болады? Ал енді бұл жерде екінші шартқа байланысты тағы да бір пропорция құрып көрейік. Мысал үшін, бірінші 1-де 6-ның қатынасын өзін жазып алайық, яғни масштабтың өзін. 1-ге 6-ның сызбада 1 мм болса, өмірде 6 мм деген сөз. Тең болады. Ал енді келесі сызбадағы мысалы өлшемін y деп алайық. Ал бірақ сақинаның нақты өмірде қаншаға тең екенін білеміз. Сол үшін 6-ның тұсына өмірдегі ұзындығын жазып алайық. Үнемі естеріңізде болсын, масштаб жазылған кезде бірінші тұрған сан сызбадағы өлшемі, ал екінші тұрған сан өмірдегі шынайы өлшемі. Соған сәйкесінше пропорция құрған кезде сызбадағы өлшемі мен өмірдегі өлшемін сәйкесінше жазуымыз қажет. Мінекей пропорцияны құрып жазып алдық. Ал енді бұл пропорцияны шешу үшін 72-ні 1-ге көбейтіп 16-ға бөлуіміз қажет. Яғни y тең шеткі мүшелерінің көбейтіндісі 72-ні 1-ге көбейтсек 72-нің өзі шығады. Ал оны 6-ға бөлеміз, яғни ортаңғы мүшесіне бөлеміз. Бұларды бір-біріне бөлетін болсақ, онда біз 12 мм деген жауап аламыз. Демек, жалпы ұзындығы, диаметрінің ұзындығы 72 мм-ге тең сақинаны 1-де 6 масштабпен сызатын болсақ, оның сызбадағы диаметрінің ұзындығы 12 мм-ге тең болады екен. Ал енді келесі 167-ші жаттығу. Берілген мынандай. Картада екі қаланың қосатын кесіндінің ұзындығы 3,5 см. Осы екі қаланың жер бетіндегі ұзындығы 420 км және 87,5 км болса, біздегі картаның масштабын табуымыз қажет. Бірінші есебімен сіздерге шар көрсетем, екіншісін өздеріңіз шығарасыздар. Демек, бізде екі қаланы қосатын кесіндінің ұзындығы картада 3,5 деп берілген, ал шынайы өмірдегі ұзындығы 420. Ең алдымен, мына жақта 420 километрді біз сантиметрге айналдырып алайық. Бұны ең алдымен метрге айналдыратын болсақ, 420 мың метр болады. Өйткені бұны мыңға көбейтеміз метрге айналдыру үшін. Ал сантиметрге айналдыру үшін 420 мыңды тағы да 100-ге көбейтеміз. Өйткені 1 метрде 100 сантиметр бар. Бұны 100-ге көбейтетін болсақ, онда 42 миллион болады. Яғни 42 миллион сантиметр. Демек, 3,5-ті біз, яғни картада 3,5 сантиметр өмірде 42 миллион сантиметрге сәйкес келеді. Демек, олардың бір-біріне қатынасы ретінде жазып алайық. 3,5-тің 42 миллионға қатынасы. Ал енді, бізде масштабты жазған кезде бастапқыда өлшемі үнемі 1 болу керек. Яғни картадағы 1 сантиметрге өмірде қанша сантиметр сәйкес келетінін көрсетуіміз қажет. Бізде бұл қатынаста 3,5 болып тұр. Демек, бізде бөлшектің алымында 1 қалу үшін бөлшектің алымында бөлімінде 3,5-ге қысқартамыз. Яғни 3,5-ті 3,5-ге бөлсек, бөлшектің алымында 1 қалады. А бөлімінде 42 миллионды 3,5-ге қысқартатын болсақ, ол кезде 42 миллионды 3,5-ге бөлеміз, онда 12 миллион шығар екен.
Сонда 1-дің 12 миллионға қатынасында екен. Яғни картадағы өлшемі мен өмірдегі өлшемнің қатынасы 1-дің 12 миллионға қатынасында екен. Демек, бұл жерде бірінші есепте бізде масштаб 1-дің 12 миллионға қатынасына тең екен. Неге осылайша? Егер біздегі картадағы ұзындығы мен өмірдегі шынайы ұзындығы берілетін болса, біз оның масштабын қатынас ретінде алып тауып алар екенбіз. Үнемі естеріңізде болсын, жоғарыда яғни сызбадағы өлшемі 1-ге келтіріп алсаңыздар жеткілікті. Сол кезде сызбада 1 сантиметрге өмірде қанша сантиметр сәйкес келетінін тапсаңыздар, бізде ол картаның масштабы болып табылады. Келесі екіншісін өздеріңіз осы мысалды пайдаланып шығарыңыздар. Осымен Б тобына қарастырған есептеріміз аяқталды. Қалған есептердің барлығын осы мысалдарды негізге ала отырып шығаруларыңызға болады.